Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздерге осындай жаңа форматта жасалынған цезарь салатының рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен брокколиді, бірінші 200 грамм брокколиді алып, жақсылап жуып, суға қайнатып аламыз. Брокколиді қайнату рецептісі мен төменде ссылка қалдырамын, қалай қайнату керек екенін. Жалпысында 3 минуттан артық қайнатпайсыздар. Қайнап атқан суға және де оны қайнап болған 3 минуттан кейін бірден салқын суға бір шайып аласыздар, түсін сақтау үшін. Енді осы брокколиді осылай кесіп аламыз, кішкене ауызға сиятындай көлемде мөлшерге бөліп, сосын помидор черри қарап, ірілеу болса 4-ке, өте уақтау болса 2-ке бөліп саламыз. Енді осындай ысталған тауық етін аласыздар. Негізі тауықтың грудкасы болса жақсы, кесілгенде әдемі кесіледі. Менде тек тауықтың аяқтары болды. Осыдан да 200 грамм етін шығарып алып, ірілеу кусокпен тураймыз. Енді осы салатымыздың үстіне тұзымызды және мен оливке май құйдым, болмаса өсімдік майын құя беруге болады. Осымен бір араластырып алып, қазір осы құрамнан менде 2 средний тарелкке шығады, сол 2 орташа тарелкке мен салып аламын бөліп. Енді осы салатымыздың үстіне сухари багетті саламыз. Багетпен өте дәмді шығады. Осылай өздеріңіздің қалауыңызша аз, көп ретіне қарай саласыздар. Және де енді осы салатымыздың үстінен сырды күштен өткізіп салып шығамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Осындай әдемі, өте дәмді, өте ерекше цезарь салаты жаңа форматтағы жасап көріңіздер. Ауызашар дастарханды жасасаңыздар да қонақтарыңызға ұнайтыны сөзсіз.